Бірінші полилог. Тыңдаңыз. Ақымақ адаммен текке сөйлесіп уақыт кетіргенше, одан да кітап оқып, ақылды ой алған артық деген ғұламаның сөзі бар. Адамзаттың рухани дүниесін байытатын кітаптың жөні бөлек қой. Алайда бүгінде осы кітаптың жай күйі қалай? Оған деген сұраныс жалпы нарық жағдайына бейімделген бе? Осы тұста олқылық жетерлік секілді. Таралым аз, дүкендерден керек кітап табылмайды дегендей. Бәлкім, кітап нарығын дұрыс ретке келтіру үшін баспалар мен кітапханаларды бір жүйеге бағындыру керек шығар. Ал ол мүмкін бе? Осы сауалды талқылап көрсек. Гүлсім Сағытбайқызы, Жамбыл атындағы мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасының директоры. Басшылық тарапынан қолға алынса, негізі бір жүйеге бағындыру мүмкін және солай ету керек деп ойлаймын. Бүгінгі таңда біз Қазақстан бойынша барлық баспалармен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Солардан шыққан кітаптарды бізге жеткізіп отырады. Бірақ енді біздердің келіспей қалатын жағдайларымыз таралым мәселесі. Мысалы, бірнеше том шықса, соның біріншісі бола ма, жоқ басқасы бола ма, солар бізге ретімен келмейді. Біріншісі келсе, сосын бесіншісі келіп, қалғандары сол бойы жетпей қалуы да ғажап емес. Осындай олқылықтар болмас үшін, әрине, біздер баспалармен бір жүйеде болсақ, тығыз жұмыс істесек қандай керемет болар еді. Сондай-ақ, бір жүйемен жұмыс істеу кітаптар түрінің алуандығына да әсер етер еді. Қазір бірін-бірі қайталайтын дүниелерді шығару деген үрдіс етек алған. Біз көбіне өзімізге қажет кітаптарды ала алмаймыз да, ал сұранысқа ие емес кітаптар иін тіресіп тұрады. Тағы бір айтар жағы, қазақ тілді кітаптардың тиражы, әсіресе көркем әдебиеттер көбейсе, олар бізге жетсе дейміз. Бәлкім бір жүйеге бағындырылса, осы жағы реттелетін шығар. Дүкенде кітаптар қымбат. Екінің бірі сатып ала бермейді. Сондықтан кітап оқылу үшін бірінші кезекте кітапханаға түсіру керек. Гарифолла Әнес, баспагер. Жалпы бұл екеуін бір жүйеге бағындырудың қажеті жоқ. Себебі, біз дәл бүгін осы жағынан тежеуілдеп, дами алмай отырмыз. Кітапхана мемлекеттік пе, жеке меншік пе, интернет кітапхана бола ма, тіпті ауылдағы болсын, ол өз алдына бөлек бір жүйе. Нарықтың қозғаушы күші бәсеке. Бәсекеде жеңу үшін сұранысқа сай болу керек. Әр баспаның өз бетімен нан тауып, нарықта жұмыс істеуіне мүмкіндік берсе, әлде қашан көш түзеліп кетер еді. Ал кітапханаларда жағдай неге оңалмай тұр? Себебі олардың өз билігі өздерінде емес, және қолдарында қаржы жоқ. Сол себепті керек кітапты тікелей сатып ала алмайды. Егер өз қаржылары өздерінде болса, онда олар жұрт сұрайтын кітаптарды сатып алар еді. Баспалардың арасынан да өздеріне керек кітаптарды қамтамасыз ете алатын баспаны таңдар еді. Сонымен келісіп, тығыз байланысты өздері орнатар еді. Ал қазір олар да біз де байлаулымыз. Басшылықтың тапсырған кітабын шығарамыз. Ал ол кітапты халық оқи ма, оқымай ма, ешкім ескеріп отырған жоқ. Ал жұрт іздейтін кітаптарға тапсырыс берілмеген соң шықпайды. Сондықтан мен бір жүйеге бағыну керек емес, керісінше дербестік керек дегенді құптаймын. Меніңше, баспалар мен кітапханаларды дамыту үшін осылай ету керек. Әлемдік кітап нарығында жағдай біздікінен мүлдем бөлек. Әдеби агенттер жұмыс істеп, кітапты бестселлер қылуға деген белсенділік өте жоғары. Соның арқасында сұранысқа ие кітап жазған автор әлемге танылып үлгереді. Полилог аяқталды.